Ислам мемлекеті Даиштың ұғымынша жихадқа шыққысы келетін адам тек қана өздері құрған ислам мемлекетінің әміріне бойұсынып, оның тапсырған міндеттерін ғана орындап, солардың іс-әрекеттеріне ғана белсенді түрде қатысуы тиіс. Ал өздеріне қосылмағандарды, ұйымға мүше болмағандарды, мұсылман болсын, болмасын, бәрін дұшман категориясына кіргізген. Даиш жихад деген сөзді желеу етіп, алдына келгеннің бәрін өлтіргеніне бәріміз куәміз. Тіпті мұсылман қоғамына да қарсы шабуыл жасалғанын көрдік. Сондай-ақ тұтқынға түскен адамдарды, соғысқа қатыспағандарды, елшілерді, елші ретінде қабылданған баспасөз өкілдерінде айуандықпен өлтіріп жасалған видеоларының таралғанын білеміз. Бұл әрекеттің ешбірі шариғат тұрғысынан қабылдану мүмкін емес қылмыстар. Жихадта өздеріне ұран қылып, сол жолда соғысамыз деп жүрген топтардың іс-әрекетіне қарайтын болсақ, олардың сөздері мен сенімдеріне қарайтын болсақ, әрине олардың жаңағы классикалық негізгі исламдағы жихадқа қатысты мағынамен қайшы келеді. Шын мәндегі жихад ең әуелі нәпсіңмен күрес, адамдарды көркем насихатпен, мейірімділікпен жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю, теңсіздіктер мен әділетсіздіктерге, қателіктерге сауатты әрі өркениетті түрде үн қату. Ал Даиштың жихад дегені зорлық, зомбылық пен қиянат, қан төгіс. Жихадтың негізгі мақсаты ислам дінінің барша адамзаттың көңілінен орын табуы. Ал Даиштың жихады халықты ислам дінінен бездіру, дінге деген жеккөрініш сезімін ояту ғана болды. Тағы бір ескертетін жайт, елімізден Даишқа қосылу үшін Сирияға аттанғандардың ешбірін біреу қолынан сүйреп апармады. Олардың бәрі медиаға, әлеуметтік желілердегі улы идеология мен уағыздардың насихатына арып алғандар. Сондықтан да діни ілімді интернеттегі, әлеуметтік желілердегі күмәнді уағыздардан емес, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қатысты мешіт имамдары мен ұстаздарынан, дін істері басқармасының арнайы теологтарынан алуға кеңес беріледі.